Unit 39 in the country. Қалада немесе загородым, қаланың жанында дейді, иә? Мемлекетте. Country деген мемлекет. Бұл жерде in the country дегенде біз сразу загородым деп ойлап жатырық. Загородым болу керек, суретке де қарасақ загородым. Қаланың сыртында. Country қаланың сырты болып тұр. Бұл жерде мағына. The country or the countryside means outside of cities or towns. Қаланың сырты деген сияқты мағына білдіреді. Country, countryside дегеніміз. And often includes farmland. Әдетте полянда ескереді, поляда соның ішіне кіреді. Farmland деген. Фермерское место, короче. Ауыл шаруашылығы ғой жалпы. Country can also mean a nation. Бұл country дегеніміз ұлтты да білдіреді, яғни мемлекет, иә? Мысалға Brazil, Japan, Italy. Оны түсіндірдім. Things you can see in the country. Қаланың шетінде көретін нәрселер. Mountains, таулар, forest, орман, lake, lake, көл, иә, lake, көл, fields, fields деген поля, поля ғой, яғни path деген мынандай тропинка, мынандай жолдар, road, мынандай жолдар, үлкен жолдар, river, өзен көресіз, town, қалашық көресіз, иә, қаланың сырты, қаланы көріп тұрасыз алыстан, village немесе кішігірім ауыл көресіз, hills, мынандай қырлар көресіз, woods, мынандай талдар көресіз, жеке мынандай талдар, woods, farm, мынандай ферма көресіз, иә, трактор көресіз. Осы жаңа сөздерді пауза қойып, жазып алып, жаттап жүріңіз. Енді living and working in the country. Енді қаланың шетінде ауылда жұмыс істеу. Ауыл деп айта берейін енді country'ді. In the country many people live in a town. In area smaller than a city. Қаладан кішірек қалашықта тұрады. Or a village, немесе ауылда тұрады. Smaller than a town. Қалашықтан кішкентай. A farmer lives on a farm and works in the fields. Фермер фермада тұрады және поляда жұмыс істейді. My friend lives in a cabin. Менің досым кабинада өмір сүреді. A small, simple house in the country or mountains. Қаланың шетінде немесе тау жақтарда кабинкеде тұратын кішкентай простой үй. Бұл cabin дейміз. Енді nature дегеніміз табиғат. Nature means everything in the natural world. Табиғи өмірдегі барлық нәрсені білдіреді. Nature, табиғат. Example, animals, жануарлар, birds, құстар, plants, өсімдіктер. I love nature, маған табиғат ұнайды. Келесі, I like walking in the country. Мен қаланың сыртында қыдырғанды ұнатамын. Мен табиғатта қыдырғанды ұнатамын деген мағынада айтып жатыр бұл жерде. Бұл жерде бірақ I like walking in the country деп айтамыз. Табиғатты қолданбаймыз. I love nature. I like walking in the country. Yeah? Көңіл аударып, көңіл бөліңіз. Енді animals, birds, fish and insects. Мына жерде жануарлар, құстар, fish, балықтар, insects деген насекомые, жәндіктер, insects жәндіктер that live away from people are called wildlife. Адамдардан алыста тұратын бұл нәрселерді біз жабайы аңдар дейміз. Немесе дикий мир, wildlife. There is wonderful wildlife in the north of the country. Сол үшін қаланың мемлекеттің солтүстігінде керемет дикий мир бар, жабайы өмір бар бұл жерде. Жабайы өмірге мыналар жатады. Wildlife. Енді conversation, сөйлесу. Is the protection, conversation емес, conservation деген. Conservation дегеніміз ол сақтау, сохранение. Conservation, сақтау. Conservation is the protection of animals, plants and natural areas from damage. Бұл сақтау дегеніміз ол жануарларды, protect деген қорғау. Conservation дегеніміз ол заповедник деп айтсақ та болады. Conservation заповедник, protect деген қорғау, защищать. Protection қорғау, animals жануарларды, plants өсімдіктерді, and natural areas және табиғи аймақтарды құртылып кетуінен, оны бұзылуынан, damage деген бұзылудан қорғау. Example, мысалға wildlife conservation. Мысалға табиғи жабайы жануарлар не істейміз? Жабайы жануарлар заповеднигі, қорық. Conservation, қорық, қазақша.
Енді 39-да 1 мыналарды атап шығыңыз, пауза басып. Атап шықтыңыз ба? Енді тексерейік. Now mountain, немесе top of the mountain. Now forest, now lake, now path, now field. Так, мына жерде now road, бесіншісі village десек болады, town десек болады. 4-ке hill, 7 woods, 9 river, 10 farm деген, үйді белгілеген болсаңыз house, now tractor. Fill in the blanks. Енді бос орындарды толтырыңыз. Мысалға, my brother is a farmer. He lives. Қалай болады? Пауза басып, ойланып, осының барлығын орындаңыз. Орындадыңыз ба? Орындамасаңыз орында, себебі мен қазір жауабын айтамын. Жауабын айта берейін ба? Ал жауабы кетті. Так, 1-ге he lives on a farm. 2-ге it's not a big house, it's just a cabin. 3-ге village. 4 mountains. 5 lake немесе river десек болады. 6-ға wildlife. 7 path. Келесі 3-ші жаттығу. Describe the tropical countryside where you come from. Өзіңіз қайдан келген жайында өзіңіз келген жақтағы тропикалық қалан шетін суреттеңіз. Write at least 4 sentences about it. Ол туралы кемінде 4 сөйлем құрастырыңыз. Ал енді пауза басында сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Көрсеңіз тамаша. Енді бұл жерде әркімнің өзінің тұратын мемлекет қаласына, мемлекетіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Енді ары қарап көшетін болсақ, put the in the sentence if necessary. Мына бос жерлерге, сөйлемге керек болса the қоямыз, керек болмаса the-ні қоймаймыз. Ал тексерейік. Ал орындайық бірінші. Енді тексереміз. He loves nature. Бұл жерде қойылмайды. She wants to live in the country. Так, бұл жерде қойылады. She wants to live in the country. Келесі үшінші. They are interested in wildlife. Бұл жерде қойылмайды. They are interested in wildlife. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.